Бүгінгі Қытай жаһандық экономиканың тоқтаусыз қозғалтқышы, алып мегаполистер мен миллиардтаған долларлық өндіріс орталығы. Оның қазіргі келбетіне қарап, бұл жүйенің бастапқыда қандай болғанын елестету қиын. 1949 жыл. Ел жаппай азамат соғысынан тытықтап, қираған күйде еді. Чан Кайши бастаған ұлтшыл күштердің жеңілісінен кейін бұрынғы үкімет Тайванға қашуға мәжбүр болды. Ал коммунистер толық жеңіске жетіп, Пекинде Мао Цзэдун жаңа Қытай Халық Республикасының құрылғанын ресми түрде жариялады. Бұл жеңіс елді қатаң идеологиялық бағытқа бұрды. Олар таза марксистік илім мен коммунистік партияның шексіз бақылауы арқылы ғана Қытайды алып державаға айналдырамыз деп сенді. Билік еш кедіріссіз бірден коммунистік қоғам құруға кірісті. Осылайша бүкіл елді тез арада индустрияландыруды көздеген үлкен секіріс саясаты басталды. Бірақ бұл жоспардың іске асуы өте ауыр болды. Миллиондаған шаруалар егістік тастап, аулаларында қарапайым пештер тұрғызып, сапасыз шойын хортуға мәжбүрленді. Экономикалық сәтсіздіктерден кейін Мао партия үшіндегі қарсыластарын жою үшін мәдени революция науқанын бастады. Бұл мақсатта радикалды жастар топтары, хунвейбиндер пайдаланылып, елде жаппай қуғын-сүргін орнады. Бұл деректер Мао Цзэдун қайтыс болған 1986 жылғы дағдарыстың ауқымын көрсетеді. Өндірістің құлдырауы салдарынан 20 миллион адам жұмыссыз қалды, ал 100 миллионға жуық халық ашаршылық жағдайында өмір сүрді. Сонымен қатар халық санының өсімі өндірістен асып түсті. Тұрғындарда азық-түлік тек арнайы карточкалармен берілді. Таза идеологиялық басқару Қытайда супердержаваға айналдырған жоқ. Керісінше мемлекетті жаппай ашаршылық пен жаңа азамат соғысының алдына кептіреді. Елді құрдымдан құтқару үшін билікке Дэн Сяопин келді. Ол 1988 жылы өте батыл қадамға барып, Маоның ұстанған экономикалық саясатын ресми түрде қателік деп таныды. Сяопиннің шешімі нақты әрі қатал еді. Экономиканы аман алып қалу үшін коммунистік үлгіден бас тарту. Бірақ коммунистік партияның саяси билігін толық сақтап қалу. Реформалар ең алдымен ауыл шаруашылығынан басталды. Мемлекеттік коммуналар таратылып, шаруаларға жерді отбасылық мердігерлікке алуға және артық өнімін базарда еркін сатуға рұқсат берілді. Өнеркәсіп саласы да бағытын өзгертті. Ауыр машина жасаудың орнына теледидар, тоңазытқыш сияқты күнделікті тұрмыс тауарларын шығаруға басымдық беріліп, ұсақ бизнеске заңды қолдау көрсетілді. Шетел капиталын тарту үшін Теңіз Пепел жағалауында арнайы еркін экономикалық аймақтар ашылып, ашық есік саясаты іске қосылды. Қалаларда жаппай құрылыс қарқын алды. Коммунистік режимнің капиталистік құралдарды пайдалану жүйесі тез арада өз жемісін берді. Оның нәтижесінде 80 жылдары халықтың табысы 2 есеге өсті. Бұл деректер 1987 жылғы съезде қабылданған дамудың 3 кезеңдік нақты жоспарын көрсетеді. Бірінші мақсат 1990 жылға қарай ішкі өнімді 2 есе өсіріп, азық-түлік карточкаларынан толық құтылу. Екіншісі 2000 жылға дейін өнім көлемін тағы 2 есе ұлғайтып, орташа өмір сүру деңгейіне жету. Және ең басты стратегиялық меже 2049 жылға қарай, яғни Қытай Халық Республикасының 100 жылдығында елді әлемнің ең дамыған державаларының қатарына қосу. Бұл жоспар марксистік догмаларды ысырып тастап, оның орнына конфуцийлік дәстүрлерді, еңбекқорлықты, тәртіп пен өзін-өзі жетілдіруді алдыңғы орынға шығарды. Бірақ экономикалық еркіндік өздігінен саяси бостандықты талап ете бастады. Миллиардтан астам халықты нарықтық қатынастар мен авторитарлық жүйе арқылы қатар басқару сөзсіз қақтығысқа әкелді. Бұл гибридті жүйе 1989 жылы Тиананьмен алаңында басталған жаппай студенттер шеруі кезінде өзінің ең үлкен сынағына ұшырады. Демократияны талап еткен халық жүйеге тікелей қауіп төндірді. Биліктің жауабы аяусыз болды. Үкімет шеруді күшпен басып, партияның беделіне қарсы шығуға ешқашан жол берілмейтінін қатаң түрде дәлелдеді. Қанды қудалаудан кейін мемлекеттік аппарат назарды тек материалдық байлық жинауға аудару қажеттігін ашық аңғартты. Осылайша жеке баюға шексіз мүмкіндік беретін, бірақ саяси наразылыққа мүлдем орын қалдырмайтын басқару үлгісі орнықты.
90 жылдары Жан Земиннің билігі тұсында экономиканы мемлекеттік бақылаудан босату процесі тереңдеді. Мемлекеттік сектордың үлесі 80%-дан 50%-ға дейін қысқарды. Гонконг пен Макаоның Қытайға қайтарылуы бұл процеске жаңа серпін берді. Олар ел экономикасына таза капиталистік энергия мен озық тәжірибе әкелді. Сыртқы саясатта да Қытай идеологиялық одақтастар іздеуді доғарды. Ендігі стратегиялық әріптестік тек ұлттық және экономикалық мүддеге ғана негізделді. Бүгінгі таңда біз көріп отырған жаһандық саудамен толық біріккен, жоғары дамыған держава осы ұзақ тарихи эксперименттің нәтижесі. 2049 жылға бағытталған бұл стратегия капиталистік тетіктерді авторитарлық мемлекетті нығайту үшін қалай тиімді пайдалануға болатынын іс жүзінде дәлелдеп берді.